Ассалаумағалейкум достар, Маникезет каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сендерге көрсететін сайтым ол VK Store деп тұрады. Неке мына жақтан накрутка, лайков, особенно соцсеттермен жұмыс жасайтын сайт. Соларды лайк басып, сондай подписка жасап ақша табу. Неке мына жақтарда бәр информация бар сайт туралы. Мына жақта регистрация деп тұрады. Өзіңіздің VK-іңізбен регистрация жасайсыздар. Мен де жасалынып тұр, сосын приступуйтті бастым. Міне менің балансымда уже 1093 point деген бар, очко. Және мына жақта бір заданияның үстін басамыз. Так, міне кіргеннен кейін подписаться деген кнопканы басып тіркелеміз. И кетіріп тастаймыз да проверить дегенді басамыз. Так, проверка кетіп отыр. Так, міне достар, задание выполнение деп тұр. Біз задание орындады деп тұр. Енді бізге сол үшін 3 point береді. Міне мен жаңағы барлық заданияны орындап тастадым, сразу сіздерге ұзақ көрсетпейінші, көрсетіп отқанша. Міне менде уже 1137 болды. Және мына жақта поинтты ақшаға айналдырамыз, сол үшін биржа дегенді басамыз. И міне қазіргі курс бойынша 1000 поинтқа 25.35 рубль. Ол баяғыда түсіргенбен үстінде 3 октябрь деп тұр. Қазір уже 13 ма сондай. Міне мен 1137 поинтты жазам. И қазіргі бұл курс бойынша менде 28 рубль болады. Міне бастым уже. И бір 2 күндей күтеміз ол үшін. Ол бір адам сатып алғанша. Солай. Ал оған дейін сіздер задание орындап жасаңыздар болады, или күтсеңіздер болады. Міне уже менің затымды, ақшамды берді. Мына жақта баланс деп тұр. И ақшаны шығару үшін вывод дегенді басамыз. Және мына жақта кивиге шығаруға болады. Және ол әр алтыншы күн сайын шығарып тұрады. Қашан берсеңіз де. Бірақ алтыншы күнге дейінгі заявкалар қабылданады. Сол үшін 5-ші күнге дейін беріп тастау керек, 5-ші күн соңғы күн. Міне плюс 7 қойып жазасыздар. Мен уже жазып жібердім өзімдікін. И міне кеше түсірілген видеоны. Неке уже маған выплачение деп тұр 28 рубль. Міне кивиге жібердім. И мен киви емес деген. Мен оны 4 октябрьде заявка бердім. И оны келді маған 6-ші күн. 28 рубль. Так, және достар, ең минимальный сумма бол 15 рубль, ең аз. Жақсы, тез жинауға болады ол ақшаны. Ал және кивиден көрсететін болсам, киви міне 28 рубль келген. Және оны жаңа сайтта көргендеріңізде ол жақта 18-28 тұр, мұн жақта 20-28. Бұл дегеніміз Қазақстанмен со Россияның затын қарасақ, сағатының айырмашылығы сол 2 сағат. Міне көріп тұрғандарыңыздай 28 рубль шығардым и келді. Так что, достар, описаниеде ссылкаға кіріп, сразу орындап тастаймыз. Просто міне осыны ссылканы басып, просто подписаться деген басып, сосын проверить тастасыздар, болды, солай. Бір айына 4-5 мың табуға болады, смело. Егер жақсылап жұмыс істейтін болсаңыздар. Міне шеттегі подписациядан басып, міне уже проверить тастамыз. Достарым жақта задание деген өте көп күнде. Главное, со күнде кіріп, күнде істеп тұру керек, тастап кетпей. Все, обновить жібереміз, и все, міне 4 point болды бізде. Давайте. Так, достар, мынау біздің екінші сайтымыз. Бұл жерде де тоже сол лайк, подписка жасау арқылы және де тапсырмаларды орындау арқылы сол сияқты ақша табуға болады.
Так, міне кіргеннен регистрация жасалғаннан кейін өте оңай регистрация, кәдімгі почтамен пароль жазасыздар, сонымен кіресіздер. Және кіргеннен кейін міне заработок дегенді басып, міне задание деген басасыздар. Егер де именно осындай подписка, лайк, сондай оңай тапсырма жасағыңыз келсе, міне просто социальные сети дегенді басып тастайсыздар. И сол кезде тек соған қатысты заданиялар келеді сіздерге. Міне подписаться ВК-ға кіру, ВК-мен кіру, міне қасында ақшаларды қарасаңыздар 0.20 сөйтіп қарайған ақша тапсаңыздар болады. Міне ең біріншісіне кірдік, міне осы группаларға кіріп, сосын өзіміздің ВК-дағы атымыз бен фамилия и ссылкамызды жіберуіміз керек біз отчетқа тексеру үшін. Ол үшін бізге міне екінші задание ол YouTube-ға тіркелу, ол тоже сондай. Атымызды жібереміз и скриншот жібереміз. Міне 0.80 простой подписка жасап жібергенім үшін. Өте қарапайым заданиялар, табуға болады ақша. Так, мен мына YouTube-та орындайын деп жатырмын. Міне YouTube-та кіргеннен басамыз, орындаймын деп. Сосын сізді сол YouTube каналға лақтырып жібереді. Подписаться етіп, мен скрин жасадым. Мына өз. И скриншотты сол ссылкаға айналдыратын сайтқа кіріп ссылкасын шығарып алдым да, отправить отчетты жібердім. Енді ол жақсы тапсырманы орындадым деп ақшаны жібереді кейін тексеріп. Мына жаңағы ВК-ны орындайтын болсақ, оны тұрамыз да. Бірінші выполнить деген басамыз. Сосын сол өзі бізді тек бір группаға жібереді, қалғанын алып өзіміз копировать вставить етіп кіруіміз керек. Потому что тек ана жақта бір ссылкаға жібереді, қалғанын өзіміз кіреміз. Так, достарынан тездетіп жіберейін, сіздер ұзақ өтпеу үшін. Так, біз тиісіз орындап тастадық. Мен өзімнің ВК группам ссылкасын, ВК-мның общем ссылкасын қойдым и отправить отчетты бастым. Все, бұл да тоже на проверке тұрады. Ол өзі де ақшаны жібереді кейін. Осылай достар, міне заданияларды қарап орындай береміз. ВК, Инстаграм, Телеграм деген сияқты. Одан кейін бір ай өткеннен кейін или 15 күн өткеннен кейін шығып кетсеңіздер болады. Главное, күнде орындап тұру керек осындай. Әлі аналар тексерген жоқ, сол үшін дым шықпай тұр. Және де ақша шығарғыларыңыз келсе, вывести басасыздар. Бірақ ең бірінші ақша шығару үшін сіздер номер тіркеулеріңіз керек, және де 1 рубль счетыңызда болу керек. Как минимум 1 рубль болу керек. Ал мына жақта ақша шығарған адамдардікі, мына жақта Kiwi'ге, Яндекс.Денге, Payr'ға шығаруға болады. WebMoney, олар енді біз істемейміз ғой. Основной Kiwi мен Payr ғой біздікі Қазақстандікі. И көп адам жақта Payr'ге шығарып отыр, потому что комиссия аз. Так, достар, осылай міне. With